Сәлем құрметті көрермендер, бүгін сіздермен Мастер KZ каналы. Бүгін мен сіздерге Инстаграмда қалай не бесетейді, яғни сетте отырған жоқ деген статусты қалай қосуға болады, сол туралы айтып өтетін болам. Бастамас бұрын каналға лайк, подписаться басып кетуді ұмытпаңыздар достар. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрақ ретінде қойсаңыздар болады. Демек, Инстаграмға кіреміз және өзіміздің аккаунт бөлімімізге басамыз және мына жерде тұрған үш сызықша нүктешені басамыз және осы жерде настройка бөліміне өтеміз. Және міне осы жерде мына бөлім бар, конфиденциальность деген бөлім. Осы бөлімге өтеміз. Және міне осы жерден міне бізде шығып тұр сетовой статус деген бөлім. Осы бөлімге кіреміз. Және міне осы жерде бізде екі птичка қойылған. Біріншісі өшірсеңіз, бұл сіздің сетте отырғаныңызды ешкім көрмейтін болады. Яғни ешкім сізді Инстаграмда онлайн отырған жоқ деп ойлайтын болады. Яғни оны онлайн, сіз өзіңіздің онлайн отырғаныңызда өшіріп қоясыз. Астындағысы сіздің сол статусқа Инстаграмға кіріп шығып тұрғаныңызды бір уақытта көрсететін статус. Яғни бұны өшіріп қойсаңыз, сіз бір уақытта емес, әртүрлі уақытта кіргеніңіз көрініп тұрады. Егер бұны емес, тек қана барлығын бірде өшіреміз десеңіздер, сетовой показывать сетовой статус дегенді өшіресіздер. Яғни бұл сіздерді онлайн отырған жоқ, в сети деген сөз шықпайтын болады. Инстаграмда сізді сетте отырғаныңызда ешкім көрмейтін болады. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса сұрақ ретінде қойсаңыздар болады. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар достар.